Ал сіздермен енді қазір біз ағылшын тілі пәнінен өтіп жатқан курс сабағына кіреміз. Әріптестеріміздің сұхбатын ол жерден де тамашалап қояйық. Әріптестер, сіздермен біз қазір қысқаша сұхбат алуға келдік. Осындай оқу процесінде енді бүгінгі курс сіздер үшін қандай маңызды және бүгінгі күнге дейін қандай сіздер өздеріңізге білім алдыңыздар, жаңағы керемет қандай жерлерден өздеріңізге түйіп алатын ойлар алдыңыздар. Сол бойынша айтып, өз ойларыңызды айтып берсеңіздер деп ойлаймын. Микрофон сізде. Айта қойыңыз. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Біз енді ағылшын тілінің курсына келдік қой. Может, это видно? Ну, на самом деле, когда я шла на эти курсы, я еще думала, зачем я сюда иду? Вообще, чему я могу научиться? Уже 35 лет стажа, вроде бы уже учиться нечему. Но когда вот я пришла на курсы, первый час, когда начался курс, я вообще думала, что-то зря, по-моему, я пришла, ничего интересного нету. Но когда уже мы познакомились с нашим тренером, Синдирой Наурызбайқызы, мастер, профессионал своего дела, реально. Вообще даже, если посмотреть, даже наши поурочные планы мы составляем, вроде все правильно составляем, но она показала, насколько детально каждому ученику индивидуально нужно подход находить, этапы урока, еще в первую очередь для развития устной речи. Я что для себя поняла, то, что мы преподаем, все правильно, конечно, но основной акцент, если опираться на международный опыт, то основной акцент делается на развитие устной речи. Почему? Потому что мы готовим учеников для будущего, для того, чтобы они могли общаться со своими ровесниками, может быть, или, может быть, по какой-то именно по работе, по обучению, и чтобы наши ученики в будущем могли получить образование за рубежом, спокойно могли общаться и могли поступить на грант. Спасибо за такие курсы. И, конечно, я бы хотела, чтобы такие курсы проходили в основном офлайн. И в следующий раз, чтобы я хотела, чтобы у нас обязательно была тренер Индира Наурызбайқызы. Наше пожелание, я так думаю, да? Әріптесіміз, сіз айтып жүрсеңіз, бүгінгі курстан қандай әсер алдыңыз? Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңыз? Мен Бидайық жалпы білім мектебіне келіп отырмын, Жаңарқа ауданы. Енді мен де мына әріптесім сияқты басында келгім келмей, ұрысып, бастықтармен не сұмдық деп, енді желанием қатты болған жоқ деп айтуға болады. Но бірінші күннен бастап мен жақсы әсер алдым. Тренеріміз бізге ұнап жатыр. Алған тәжірибелерімді сабақта қолданамын деп өзім ішімнен уже жоспар құрып отырмын. Көрнекіліктермен сабақ қалай өткізу керек, мақсатты сабақтың жоспарын қалай құру керек, жаңа мақсатын қалай дұрыс қоя білу керек, соның бәрін үйреніп жатырмыз. Көп рахмет, әріптестеріме сәттілік тілеймін. Жаңағы әріптесім айтқандай, Қызылгүлді, болашақта біз тағы да осы тренермен кездесіп, тағы да осылай офлайн сабақ курс болса деп ойлаймын. Көп рахмет сізге. Әрбір ойларыңыз, пікірлеріңіз құнды деп ойлаймын. Сіздер үшін бүгінгі курсымыз маңызды екенін біз осы жаңағы бүгінгі курстан біліп жатырмыз, сіздермен сұхбаттан біліп жатырмыз. Көп рахмет сіздерге. Енді ертеңгі курсымызда да осындай сұхбаттар жалғасын табады деп ойлаймын. Көп рахмет сіздерге.